Туған bir алтын ереже бар Құран-ы Кәрімде. Адам сізден разы болбойды. Қанша жақшысы пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламдан бардық адам разы болғаннан кейін. Ақылы бар, иманы бар, илімі бар, ақыретке сенімі бар, бардығы. Болса Абу Жахил не? Пайғамбарымыз мужизаларын көріп. Бірақ Алла үшін қыла бер, Алла үшін қыла бер, Алла үшін қыла бер. Чаршабайсың, рахаттанасың. Алла Тағалам соғыпты бере береді, даражаны көтере береді. Егер де адам үшін қылсаңшы қиналып қаласың. Ушылар мақтасын, ушылар айтсын, ушылар десін деп, ал адам үшін егер де мақсат ушыл жаққа кетіп қала тұрған болса, анда қиналып қаласың. Шын үшін иншалла Алла үшін қылғанды әрекет қылайлы, Алла үшін қылайлы, бардық нәрселерді. Валлаху ғафур рахим, Алла Тағала кешірім екенен, өте райымды. Кешірім сұрағанның күнәлерін кешіреді. Жана райымына алып Алла Тағалам жақсы амалдарды қылғанға тауфиқ береді. Өз мерімі менен тауфиқ береді. Ушундай әдепсіздіктерді Алла Субхана ва Тағала аларды жоқ қылам, қармайым деп айтқан жоқ. Бірақ әдепсіздігін ғана жемелеп айтып қойды, атак жоқ. Бұл жерде тұрғандар жалпы мұсылман үмметіне ескерту бар. Барына жаман әдептен, әдепсіздіктен сақтан қыла. Анткени пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаланың ең ұлы урматты бендесі. Я айюхалладина аману ин жаакум фасиқун бинабаин фатабайяну ан тусибу қауман bijahalatin фатусбиху ала ма фаалтум надимин. Кейінгі аятта Алла Субхана ва Тағала өте чоң сабақ беріп отады. Бардық адамзатқа үй бүлөлүк маселе болсын, коомчулук маселе болсын, мамлекеттик маселе болсын, қиямат күнге чейин келе тұрған инсандардың ортасындағы ынтымақ өтті бір ушундай өзгөчө нусха менен Алла Тағала айтып отады да: ей иман келтиргендер, егер силерге бір бузуку адам, ин жаакум фасиқун, бір бузуку адам, жаман адам, бинабаин, бір қавар, қандайды бір қавар алып келсе, фатабайяну, жақшылап анықтағыла дейді. Тақтағыла, електен өткөргілі. Қандай бұл қавар? Қандай қавар? Не деді? Антусибу қауман bijahalatin, білбесіздіктен бір қауымға зиян жеткіріп қоюдан мұрда. Бір қавар келіп қалды, тақтабастан тұрып, ошыл қаварға ишеніп кетіп, башта өрдің әлі. Анам не оласын? Фатусбиху ала ма фаалтум надимин. Соң сілер дейді, қылған ішіңерге бұшайман болып қалбағыла. Тура емес қавар келіп қалып, мен қанша мамилені бұзып қойдым. Сөгіп қойдым, ұрышып қойдым, артынан жаман нәрселерді сөйлеп қойдым. Дағы қайыншын бір қавар келді бе? Мейлі үй бүлеңізден болсын, жұмышыңыздан болсын, қандай ғана болып болсын, қавар тақташ керек екен. Ушул чын бы, жалған ба? Жалауы ақиқат ба? Маңа айтылды, үй бүлеме айтылды, еліме айтылды, жамаатқа айтылды. Қандай ғана болып болсын, қаншалық тура ушул? Фатабайяну дейді. Бұл жерде Алла Субхана ва Тағала бірінші өзінің оқуы, пайғамбарымыздың оқуы, өзінің әдеби, пайғамбарымыздың әдеби, ушылардың өкімдерін айтқаннан кейін, жана Алланың елшісінің алдыға шықпағыда деп айтты. Андан кейін сөздерде болсын, амалдарда болсын, ойларда болсын, Алланың елшісінен алдын өтпегілі. Себептеген Алланың елшісі өте ақылды, данышман, ең білімді. Ал алып келген нәрсе жөнөкөй нәрсе емес, сіздер баш ийгиле, мойын суңгыла. Бұл деген Алла Субхана ва Тағала тарабынан берілген. Эми мына ушулдан кейін бұл аят келіп атат. Азыр ушул бүгүнкү сабагыбыз ушул аят тууралуу. Бұл аят кандай түшкөн, эмне болгон өзү? Бүгүн өттү. Авадан да судан дагы зарыл ушул маселеде. Өзгөчө саясатта дагы, өзгөчө мына соодагерлерде, туган уруктарда, бардык жерде эле бирөө ушундай деди деген ошо жалган кабар айткандан коркпой калды адам. Жаладан коркпой калды. Туура эмес нерсени ушу жүргүзүп жайгандан коркпой калды. Авир, уят, намыс деген азайды.
Өзү азыр ушундай болуп калды. Адам адамдан азыр коркпойт эч ким. Эч кимден коркпойт. Бирок эң жаман нерсе Кудайдан коркпогондук да. Бул өлүк жүрөк деп коет буну. А бирок ошол аркылуу коомчулукта бөлүнүү, жамааттарга, урууларга, улуттарга, региондорго, ар кандай партияларга, ар кандай ушундай пикирлештерге туура эмес кабар жеткенден бир туугандар ата энеме аял менен күйөөсү туура эмес кабардан, бала чакалар, содагер, достор туура эмес кабардан ушунчалык бузукулук таркап кетти. Анын кесепетин көрүп отурабыз да. Алла Тааланын эгерде ушул аятына биз амал кыла турган болсокчу, кандай болот? Алла Таала бирде айтып атат. Имандуулар деп имандууларга кайрылып атат. Эгерге силерге бир кандайдыр бир бузуку жаман бир кишиге кабар алып келсеч, жакшылап аныктагыла, тактагыла. Себеп дегенде буну тактабастан туруп, ошого сен амал кыла турган болсоң, бушайман болуп каласың. Жана бир элге, бир коом же бир адамга сен зыян жеткирип коюшуң мүмкүн. Зыян жеткирип бушайман болгондун пайдасы жок сага. Эми болгондой десем, идишти талкалагандан кийин кандай неме кыласың дейм. Вот ушун үчүн иншалла мына жерде айтып атат, туугандар, кандай гана ишти болбосун, бул жерде багыт берилет. Тасаббут фил умур, иштерде бекемдүүлүк, сиххату ахбар ва нукул, кандай гана сөз болбосун, кабар болбосун, ошонун дурустугу, тууралыгы каерде айтылды, өзү чын болсо да каерде айтылды, кимге, эмне болуп сөз болгондо айтылган. Булардын бардыгы себеп бул жердеги хатта ла яхтал низамул мужтама. Бул коомчулуктун ушу жашап аткан ушул система бул бузулбасын да. Бөлүнүп жарылуу болбосун. Жаман нерселер бузукулак таркып кетпесин.